Сәлем баршаңызға. Бүгін банкаларды духовкада стерилизовать ететін боламыз. Алдымен біз банкаларымызды сумен жақсылап жуып аламыз. Және бізге жаңа губка керек болады, және ас содасы керек болады. Банкаларымызды жуып алғаннан кейін губкамызға осылай ас содасын аздап саламыз да, банкамыздың аузын, ішін және сыртын ысқылап жақсы етіп жуып шығамыз. Менің бүгін пайдаланатын банкаларым осылай бұрандалы банкалар және орташа банкалар. Банкаларымыздың осылай іші сыртын жуып алғаннан кейін жақсылап тұрып таза сумен шайып аламыз. Мінекей біздің банкамыз дайын болды. Енді банканың аузына жабатын крышкаларын да жақсылап осылай ас содасын салып, ішін, сыртын, айналасын барлығын ысқылап жағамыз да таза сумен шайып аламыз. Крышкамыз да дайын болды. Енді осылай духовкаға, духовкамыз біздің салқын болу керек. Духовканың ішіне осылай банкаларымызды тізіп барлығын салып шығамыз да, салғаннан кейін ғана барып, қақпағын жауып, 130 градуста 15 минут ұстайтын боламыз. Крышкаларымызды сотейникке су құйып, осылай 5 минут қайнататын боламыз. Енді мінекей біздің 15 минут уақытымыз өтті. Барлық банкаларымызды таза сүлгімен шығарып аламыз. Егер сіздерде үлкен банка болса, онда 20 минут ұстауларыңыз қажет. Банкаларымыздың барлығын таза сүлгінің үстіне түсіріп алатын боламыз, себебі банкаларымыз қатты ыстық болады. Мінекей біздің банкаларымыз жабуға дайын. Сіздермен бірге болған Салима.